Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай керемет копилка жасайтын боламыз. Бұл жердегі копилка кепкен түрі аппақ түске енеді, ал кеппеген кезде осындай серый түсті болады. Енді біз копилка жасау үшін мына жерде орын дайындап аламыз, яғни пакеттерді, пленкаларды барлығын төсейміз, себебі лас болады. Енді бізге керек заттар: гипс, зажим, қыстыратын, одан кейін стакандар одноразовый, сосын су керек болады, және де тегіс ыдыс болса болды, ыдыс керек, яғни астына, сосын осындай қалып керек. Яғни біз ең алдымен сосын перчатка киіп алғандарыңыз жақсы, себебі қолдарыңызды гипс ойып тастауы мүмкін, жарылып кетуі мүмкін. Ең алдымен ыдысымызға осылай зажимдарды қыстырамыз. Мен бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 6 зажим қыстырып жатырмын. Енді ыдысымызға 120 грамм су құйып аламыз. Бірінші ыдысымызға 120 грамм деген су, яғни сізде весы болмаса 12 столовый ложкамен саласыз да, қасықпен суды құясыз да, одан кейін 4 столовый ложка не құясыз, гипс саласыз. Сөйтіп жақсылап қасықпен араластырып аласыз да, сосын осылай ыдыстың ішіне құйып, осылай мен сияқты араластырып отырасыздар. Яғни басында неге мына ыдысқа жабыспайды, себебі гипсіміз сұйықтау болады. Гипсті ұзақ айналдырып тұрасыздар 2-3 минуттай, содан кейін барып міне қоюланып, гипс жан-жағын бәріне жағылады. Көрдіңіздер ме? Енді аяқ жақтарына, төменгі жақтарына жабыспады, сол үшін алақанымызды осылай, алақанымыздың көмегімен осылай етіп жасаймыз, көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай. Сосын айналдыра береміз. Гипс барлық жеріне жабысу керек, яғни барлық жеріне жағылып шығу керек. Көрдіңіздер ме? Қоюланған кезде осылай шайқап жан-жағының бәріне жағамыз достар. Асықпаймыз, өте мұқият боламыз барлығын. Мына жерде мен видеоны тезірек көрсетіп жатырмын, өйткені ұзақ уақыт алады. Сосын мына ыдысты төменге қаратып қоямыз, бетін, яғни мысығымыздың бетін төменге қаратып қоямыз. Енді екінші ыдысымызда бізде 90 грамм су бар, яғни бұл жерде сізде весы болмаса 9 ас қасықпен 9 қасық саласыздар, суда құясыздар. Сосын жаңағы гипстан толтырып ас қасықпен 4 қасық саласыздар гипстан. Сөйтіп жақсылап тұрып араластырасыздар. Не болып қалмау керек, түйіршік болып қалмау керек. Сосын араластырып болғаннан кейін, бұл яғни екінші слой, екінші слойға біз 90 грамм су құямыз. Екінші слойды құйып, дәл жаңағы бірінші жасағанымыздай, дәл солай барлық жеріне тигізіп, айналдырып шығамыз. Асықпаймыз достар, тым асықпаймыз. Бұл копилка жасау өте жаңағыдай тиянақтылықты талап етеді. Мінекей, алақаныма қарай не істеймін да, көріп тұрсыздар ғой енді видеодан. Алақаныма қарай апарамын, қайтадан артқа қарай, төменге қарай еңкейтемін, қайтадан жоғары қарай. Солай төменгі жақтарын барлығы жеріне жағылып шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл гипстің барлығы жан-жағына жағылып, гипс таусылады. Сол кезде тағы да гипсім жаңағы бетімен жатқызамыз, яғни мына жерде бізде мысық жасап жатыр қой, мысық копилка. Сол мысықты бетімен жерге жатқызамыз. Жерге қоямыз, қойған кезде. Себебі артымен қойып қойсаңыздар, қалыңдығының барлығы артына қарай кетіп қалады, сосын тиіскен кезде бізге қиын болады. Сол үшін бетіне қаратып қоямыз, міне көріп тұрғандарыңыздай бетімен жатқызып қоямыз. Енді үшінші слойға бізде бағана белгілеп қойдық қой, 120 грамм су, яғни 12 ас қасықпен су құйып аласыздар. Сосын ас қасықпен 4 қасық гипс салып аласыздар, толтырып, көрдіңіздер ме? Сосын жақсылап тұрып араластырасыздар. Сұйықтау болады кішкене, сол үшін кейде тіпті 5 қасық салып жіберуге де болады. Араластырып болғаннан кейін бірінші тарелкамызды дайындап аламыз. Мен мына жерде одноразовый тарелка, оның үстіне жаңа майонездің қақпағын қолданып жатырмын. Мінекей, бірінші гипсті құйып аламыз, барлығын көріп тұрғандарыңыздай. Сосын мына мысықтың бас жағынан, жоғар жағынан ұстап тұрамыз, мінекей, көріп тұрсыздар ма? Сосын
мына оң қолымыздың көмегімен осылай басып тұрамыз, тарелканы басып тұрамыз. Сосын былай шайқаймыз, өйткені жан-жағына кейде гипс жетпей қалған жағдай болады кейбір адамдарда. Чтоб табанның барлығы жабылу үшін ғой, жан-жағына былай шайқаймыз да, осылай кішкене ұстап тұрамыз да, жайлап тегіс жерге қоямыз. Мен столдың үстіне қойдым, көріп тұрғандарыңыздай осылай қоямыз. Кішкене жан-жағына ағып кетуі мүмкін. Одан кейін мына жерде мен сіздерге тағы да бір қалыпқа құйып көрсетіп жатырмын. Бұл жерде майонездің қақпағы жоқ, яғни одноразовый тарелкаға ғана істеп жатырмын. Одноразовый тарелкаға мінекей шайқап осылай тарелкаға аударып, сосын тегіс жерге қоямыз. Ал енді арада жарты сағат өтті, мінекей алып тастап жатырмын, көріп тұрғандарыңыздай. Міне жиектерінде артық шығып кеткен гипстар, міне осылай алып тастайсыздар. Және де оны алып болғаннан кейін мынандай зажимдарды алып тастайсыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жерде өзінің бекітетін жері бар ғой, қалыптың. Сол бекітетін жерінен ашасыздар, сөйтіп бетін астына қаратасыздар. Бірінші артқы жағын ашамыз. Көріп тұрсыздар ма? Жоғары қарай жайдан ғана көтересіздер. Өте ұқыптылықты талап етеді. Асықпаймыз, жайдан алынамыз. Кейде тез алынбайды, асықпай алынады. Уақыт керек, күтіңіздер. Мінекей, сосын барып бетін аламыз. Көрдіңіздер ме? Жайдан асықпай. Мінекей, біздің мысығымыз дайын. Енді мына екі қалыпты қосқан жердегі жаңағы шығып қалған артық гипстарды біз пышақтың көмегімен жақсылап тұрып жайдан қырып тастаймыз. Кеппеген кезде осылай қырып тастағандарыңыз дұрыс, өйткені егерде сіздер қырмасаңыздар, кепкеннен кейін наждак болады, нулевка наждак деп сұрасаңыздар, жаңағы құрылыс заттарын сататын магазиннен ала аласыздар. Нулевка наждак деп сұрасаңыздар, соны алып кепкеннен кейін егей салуға да болады. Мен осылай пышақтың көмегімен және ылғалды шүберек қойып қоям қасыма, сол шүберекке сүртіп отырып пышақты осылай не істеп шығам, пышақтың көмегімен тегістеп шығам. Артық гипстің барлығын тряпкамен, қолдың көмегімен барлығын сүртіп шығамыз. Мінекей, қараңыздар, мысығымыз өте әдемі болды. Енді мысықтың табанын таза жерге қоямыз, лас болмас үшін. Пышағымызды жақсылап сүртіп, сосын артына тесік жасаймыз. Яғни бізде үлкен тиын, бізде 100 теңгелік қой. Екі саусағымызды осылай белгілеп аламыз, шамамен. Сөйтіп асықпайсыздар, өйткені бұл өте ұқыптылықты талап етеді. Пышақты бірден тығып алмайсыздар, жайдан ғана сызасыздар, төменге қарай сызып, солай ғана жаңағындай тесік саламыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Жоғарыдан төменге қарай пышағымызды сүртіп отырып, гипс қатпаған кезде осылай тесіп алғандарыңыз дұрыс, ұмытып кетпеңіздер. Себебі тесіп алмасаңыздар, кепкеннен кейін тесетін болсаңыздар, ол сынып кетуі мүмкін. Мінекей, мына жерде сіздерге тезірек көрсетіп жатырмын. Сосын 100 теңгені алып, жартылай салып көресіздер. Егер жартылай сыйып тұрса, демек дайын деген сөз. Енді мына жерде бағана сіздерге көрсеттім, гномға да құйып көрген болатынмын. Ол мінекей одноразовый тарелка тез алынды, көрдіңіздер ме? Жан-жағындағысын алып тастаймыз. Бағанағыдай жиектеріндегі зажимды алып тастаймыз. Жиегіндегі бекітілген жерін төменге қарай түсіріп ашамыз. Яғни жаңа бағанағы айтқанымдай, бұл да тура сондай жайдан ғана көтересіздер. Бірінші артқы жағын босатып аламыз, артқы жағын. Көрдіңіздер ме? Жайдан. Мұқият боламыз, қыздар. Кейбір кезде ашылып, жаңағы капелкамыз сынып кетуі мүмкін.
Мінекей, енді бетін жайлап аламыз. Міне менде тез алынды, кейде алынып болмай қалады. Бұл жерде де міне жиектерін қолмен түсіріп жіберуге болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай копилканы осылай жасаймыз. Бұл бізде бірінші сабақ. Енді келесі екінші сабақта біз копилканы бояуды сіздерге үйрететін боламын. Мінекей, бұл жерде де артық жерін пышақтың көмегімен қырып жібереміз. Достар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін пайдалы, өте керемет видеолар түсіретін боламын, сол үшін тіркеліп қойыңыздар.